Саламатсыздар ма, мен каналымның көрермендері. Мен сіздерге бүгін Versace құрағының тігілу әдісін көрсететін боламын. Олай болса, каналыма жазылып, комментарий жазып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Бізге керегі 2 түс лента, өздеріңіздің қалауыңызбен, ені 3 см ұзындығын өздеріңіз білесіздер. Сосын 3 см ортасына квадрат аламыз. Табандыққа 20-да 20 ғып бөзден немесе қандай мата болса да ала бересіздер. Ортасын шығарып аламыз, сызғышпен сызамыз немесе бүктейміз. Сызғышпен келтіріп аламыз, келтіріп алуға да болады ручкамен. Осылай сызып ортасын белгілеп аламыз. Ортасын белгіледік. Немесе 3 бұрыш қып бүктеп, екі жағынан ортасын келтіріп алуға да болады. Мынандай қып ортасы шығады. Ортада 4 бұрышты квадратты бұрышына келтіріп аламыз. Бұрышына келтіру керек, әйтпесе құрақтарымыз қисық шығады. Шетін 4 бұрышын айналдырып тігіп аламыз. Айналдырып тігіп алдық. Енді екінші жағына дәл сондай 3-те 3 қылып, қиылған ақ лентадан салатын боламыз. Ақ лентадан тігіп өтеміз. Енді бұда абайлау керек. Бұл жерде чередовать ету керек, өйткені бұл лабиринт сияқты. Ленталарды шатастырып алмау керек. Енді тағы да ақ лентадан саламыз. Ақ лентадан тігіп өтеміз. Қарап отырсаңыздар, мінекейіңіз, ортада көк квадрат қалды, екі жегі ақпен тігілді. Айналдырып тігеміз да, енді осыған жасыл цветті саламыз. Көк, темный жасыл цвет дейді, енді соны тігіп өтеміз. Ұзынан тігіп өтеміз лентаны. Осылай тігіп өттік. Артқа бір жүреміз. Тоқтатып қойып, қолыңызбен жайып қоясыз. Енді болғанда да жасыл лента, темный зеленый, қоңыр жасыл лентаны осыған ұзынан тігіп өтеміз. Жектерін әдемілеп, қолдарыңызбен жайып отырмасаңыздар, құрақтарыңыз жиналып қалады. Артқа бір тігіп өтеміз. Қолымызбен жайып, лапканы басып қоямыз. Бер қарата тігіп өтеміз. Артқа шамалы жүреміз да, тоқтаймыз. Енді ақ лентадан саламыз. Ақ лентаны тігіп өтеміз. Артқа қарай жүреміз. Тағы да ақ лента қойылады. Бұл құрақтың атын Versace деп айтып жатады, лабиринт деп айтып жатады. Қарап отырса, лабиринт сияқты, кәдімгідей жаңағыдай бір ізбен жүрсе шетке шығатындай. Мысалы, ортада жасыл болса, сол жасылмен айналып өтеді. Жегі ақпен айналып өтеді. Енді қарап отырсаңыздар, мінекей, мына жерден ақтан бері қарата жүреміз. Артқа қарай. Енді осы араға жасыл лентаны саламыз. Қоңыр жасыл цветтен тігіп өттік. Тігіп өтеміз. Ленталарыңызды астын қолдарыңызбен жайып, тартып отырып тігесіздер, өйткені құрақ бүрісіп қалуы мүмкін. Сол кезде бұл қаншықтамен құрақ қой, көрпешелеріңіз бүрісіп, құрақтарыңыз әдемі болып шықпауы мүмкін. Қызға жасаған кезде, бір жаңағыдай заказ алған кезде осындай ұқыптылықпен тіксеңіздер, сіздердің құрақтарыңыз мінсіз болады.
артқа қарата тігеміз, лентаны қиып. Енді келесі кезекте бізде ақ лента. Көрдіңіздер ме, әдемі сурет шығып келе жатыр. Версаче құрағының әдемі суреті шығып келе жатыр, силуеті. Тағы да ақ лента түседі, мұнараға ақ лентаны тігеміз. Ақ лентаны ұзыннан тігіп өтеміз. Бұл жерге де ақ лента. Тағы да ескертіп айтайын, бұл жерде Versace құрақ өте ұқыптылықты қажет етеді. Өйткені бұл жаңағы басқа құрақтарда емес, өте әр лентаның өзіне мән беріп отыру керек, ауысып кетуі мүмкін. Егер лентаның бір тұсы ауысып кетсе, құрағыңыздың сәні кетіп қалады. Мына жерде мысалы құдық құрақта бірыңғай ақ пен жасыл араластырса, бірінші ақ кетеді, одан кейін жасыл кетеді. Тырна құрақтарда сондай ғой мысалы. Ал бұл жерде әр қайсысы ауысқан кезде қадағалап отыру керек, өйткені жаңағыдай лентаң Versace құрақтың суреті шықпай қалуы мүмкін. Сондықтан ұқыптылықпен тіккеніңіз абзал. Жасыл құрақ кетті, жасыл лента кетті. Теріс қайырып алып қиып тастаймыз. Қолыңызбен жайып, лапканың астына қойып, енді тағы да жасыл лента тігіледі. Қарап отырсаңыз, бір рядта ұзыннан, бір қатарда, бір квадрат қой енді. Үшеуін бір түс қыласыз да, соңғы түске келгенде, мысалы мынау жасыл айналды ғой, жасыл айналғаннан кейін ақтың үстіне жаймен тігіп өтеміз, шетінен ғана тігіп өтеміз, құрақ бүрісіп қалмас үшін жаймен тігіп өтеміз да, келесі қатарға келген кезде ақ лента түсетін болады. Бұл жер мінекейіңіз қараңыздар, әдемі сурет шығып келе жатыр. Міне бұл жерге ақ лента тігіп өтетін боламыз. Лентаны ұзыннан қоямыз, жүріп өтеміз. Әр тіккен сайын қадағалап, лентаны жаймен тартып, қолдарыңызбен жайып отырыңыздар. Сол кезде құрақтарыңыз әдемі шығады. Мен енді құраққа, бұл құрақ өте жаңағы сабырлықты қажет етеді, ұқыптылықты, сабырлықты қажет етеді. Сондықтан негізі Versace құрақтан тігілген көрпешелер өте былайынша әдемі болып келеді. Әдемі жаңағыдай узорлары жақсы бір не беріп тұрады. Мына жерде тағы да ақпен өтеміз, ақ лентадан өтеміз, тігіп артқа қарай жылжып қиып өтеміз. Қадағалау керек, мына ортасында көктен басталды ғой, қоңыр жасылдан. Содан қарай жан-жағын бәрін тігіп өтуіміз керек. Бізде 5 қатар шығу керек. Бұл жерде әлі 3 қатар, кейбір жерінде, бір жерінде 3 қатар, қалғандар 4-ші қатар тігілейін деп тұр. Қазір енді мына жерде бір 4-ші қатарын тігіп болдық. Жасылдың үстінен тігіп өтеміз да, айналып ақ лентаның тұсына жасыл лентаны 4-ші қатарын тігетін боламыз. Мына жерде 4-ші қатар көк жасыл лента түседі. Нараға жасыл лентаны ұзынан тігіп өтеміз. Жасыл лента кетеді. Артқа қарай тігеміз. Қиып алып. Жанына да жасыл лента кетеді. Жанына жасыл лента кетеді. Бұл бізде 4-ші қатар жасыл лента кетеді. 4-ші қатар кетіп тұр. Ақ лентаның үстін тігіп өтеміз ұзынан. Жанынан енді соңғы қатар ақ лента түседі. Бұл бізді ақ лентамыз, бұл соңғы қатарымыз. Құрақтың соңғы лентасы, бір беттің соңғы лентасы болады. Артқа қарай жылжимыз.
Тағы да ақ лента, 5-ші қатар бұл бізде. Бұл құрақты бірнеше рет қайталап отырып көрмесе, бірден жаттап алып тігіп кету өте қиынға түседі. Өйткені осындай суретін салып отыру керек та, суретін салып қатардан қалып қоймау керек. Мысалы, бір жағы 4 қатар, бір жағы 5 қатар болып қалуы мүмкін. Сосын сурет сәйкес келмесе, құрағымыз сопақ болып шығады. Бір жағы пропорциональность келмейді ол кезде, бір жағы жалпақ, бір жағы сопақ болып кетеді. Мына жерде де соңғы 5-ші қатарын тіктік. Енді мына жерден шетін тігіп өтеміз. Бұл қатардың да шетін тігіп өтеміз. Ал мына жерге келгенде ақ лента тігеміз. Дәл осы шетті бірнеше рет көріп, қайталап көріп, жаттап алып тікпесеңіздер, құрақтан шатасасыздар. Мына ортасы көктен бастадық. Сонымен айнала көкпен шетіне дейін бір көкпен, бір діспен келдік. Жан жағының бәрі 5, айналасының бәрі 5 қатардан 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Мына жақта да сондай. Енді қалған 2 шетін айналасын тігіп өтеміз. Бұл шетінде жаймен тігіп өтеміз. Біздің құрағымыз дайын болды. Айналасын бәрі жетінен шығып тұрған астындағы бөзді, артық заттарын қиып тастаймыз. Жектердің барлығын әдемілеп қиып тастаймыз. Бізде осындай әдемі Versace құрағы шықты. Енді көрпешелеріңізге әдемілеп құрап үйренулеріңізге болады. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Қош, сау болыңыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет.